Есімім Қозыке Сатыбалды, киберқауіпсіздік маманымын. Бүгін жалпы цифрлық сауаттылық, киберқауіпсіздік және кибергигиена. Көбінесе айтылатын ол жеке деректер, сіздің аты жөніңіз, иініңіз, телефон номеріңіз, жаңағы мекен жайыңыз деген сияқты. Және отбасыңызға байланысты деректерді көп жерде интернетте оңды-солды тарата берудің қажеті жоқ. Керемет мысал барды, ол барлығымыз ЭЦП ключтер қолданамыз. Белгілі бір операцияны орындау үшін электронды үкіметте ЭЦП кілтін алады. Сол кілтті алған уақытта көбінесе адамдар практикада көріп жатамыз, ол кез келген жерге тастап кетеді. Біреулердің компьютерлеріне салып, сол жерде қалып кетіп жатады. Одан бөлек ЭЦП кілтін ашқан уақытта оған қойылатын стандартты құпия сөздер көбінесе бүкіл Қазақстанда бірдей болып келеді. Үлкен А, кіші А 1, 2, 3, 4, немесе үлкен А, кіші А 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жаңағы ЭЦП кілтіңізді басқа бір компьютерге қалдырып кеткен жағдайда, онда осы құпия сөздерді теріп көріп, сіздің ЭЦП кілтіңізбен сіз туралы көптеген деректерді біліп алуға және де басқа да қитұрқы әрекеттердің алаяқтардың жасауына мүмкіндік бересіз. Көбінесе қазір ұялы телефонға орнататын мобильді қосымшалар, ол жерде сіз App Store-дан немесе Play Market-тен жүктеп алғаннан кейін, ол сізден жаңағы сіздің тұрғылықты жеріңіз, сіздің камераңызға, сіздің микрофоныңызға, тағы да бөлек телефонның функцияларына жаңағы рұқсат сұрайды. Көбінесе біздегі адамдар соны білмей, мән бермей, рұқсатын беріп қойып жатады. Содан кейін енді сол жаңағы жүктеп алған, орнатқан мобильді қосымшада сіздің микрофоныңызға және камераңызға рұқсат болады. Ол дегеніміз керек кезінде сіздің не айтып жатқаныңызды тыңдауға мүмкіншілігі бар. Тоңазытқыш алатын болсаңыз, сол туралы кешкі ас уақытында айтсаңыз, ол таңертең тұрсаңыз, сіздің инстаграмыңызда, немесе фейсбугыңызда, немесе ютубыңызда шығып тұрады. Соған дәлел. Енді бұл жерде мен бір лайфхак айтқым келеді. Көбінесе жүрген жерімде де айтып жүрем, ол өзіңіздің телефоныңыздың жанында қазақша сөйлеңіз. Өйткені жаңағы үлкен алып корпорациялар, Google болсын, Facebook болсын, олар әлі қазақ тілі оларда қатты дамыған жоқ. Сол себепті олар қазақ тілін оқи алмайды. Сонда сізге жаңағы бет алды рекламалар келе бермейтін болады. Ерінудің қажеті жоқ, өйткені сіз туралы деректер шығып кетіп жатыр. Сіздің нені ұнататыныңызды, қай жерге баратыныңызды, қандай заттарды жақсы көретініңіздің барлығын біліп отырады. Соған жараса сізге келесінде жарнама жасап, немесе сіздің деректеріңізді басқа компанияларға сатып жіберуі мүмкін. Әлем бойынша осы киберқауіпсіздік саласында ең көп жасалынатын шабуылдардың бірі фишинг деп аталады. Қазақшаға аударғанда балық аулау. Оның мақсаты да дәл солай. Балықты қалай аулайтын болсақ, теңіздің немесе көлшіктің жанына келіп қармақты лақтырып қойып, балықтың түскенін күтетін болсақ, жаңағы хакерлерде солай дәл осы тәсілмен шабуыл жасайтын болады. Яғни бірнеше мың электронды почтаға қауіпті сілтемелерді жібереді. Сол қауіпті сілтемелерді жібергеннен кейін ол тыныш күтіп отырады. Қашан менің қармағыма келіп ілінеді екен деп. Сілтемеге өтпес бұрын оның кімнен жіберілгенін қарап алу керек. Өзіңіздің танитын адамнан болса, өзіңіз сенетін адамнан болатын болса, және сіз ол ақпаратты ол кісіден сұраған болсаңыз, және осы туралы әңгіме болған болса, екеулеріңіздің араңызда, онда жаңағы домендік аттың қаншалықты ресми сайттың атына дұрыс келетінін қарап алып, одан кейін барып ашуыңызға болады. Егер де басқа да адамдардан, өзіңіздің танымайтын адамдардан спам ретінде келген болса, ешқашанда ол сілтемелерді ашпаңыз. Браузеріңіздің ішіндегі бір рет сілтемені басқаннан кейін сіздің автозаполнение деген функциясы болады. Браузерде соның ішіндегі тұрған сіздің құпия сөздеріңізді ұрлап кетуі де мүмкін. Немесе
жаңағы сілтеменің ішінде өзі жүктелетін вирустар да болуы мүмкін. Жеке деректерді енгізу бір бөлек, сілтемені басқан уақытта жаңағы вирус сіздің компьютеріңізге автоматты түрде жүктеліп кетуі де мүмкін. Ал ол жүктеліп кеткеннен кейін оның ішінде вирустардың да түр-түрі болады. Жаңа автозаполнениедегі немесе компьютердің ішіндегі кез келген файлда тұрған сіз туралы маңызды деректерді алып ұрлап кетуіне мүмкіншілігі бар. Алаяқтар жақсы дамыған платформа ол OLX. OLX жеткізу деген сілтеме бар. Ол да өте көп кездеседі. Адамдар көбінесе осыдан алданып қалып жатады. Яғни оның мысалы қандай, сізде диван бар, жақсы диван, бірақ сіздің үйіңізге сыймай тұр, сіз оны сатқыңыз келіп тұр, сіз шығарасыз OLX-қа. OLX-қа шығарғаннан кейін сізге бірер уақыттан кейін тағы да алаяқ жазады. Мен сіздің диваныңызды келісілген бағада алғым келеді. Оны алғаннан кейін мен оны басқа қалада тұрамын деп айтады. Яғни Астана қаласынан болсаңыз, ол айтады, мен Қарағанды қаласында тұрамын. Маған оны өзім алып кетуге менде ешқандай мүмкіншілік жоқ. Мен саған OLX доставка арқылы, OLX жеткізу арқылы мен сені алып кетем деп айтады. Жаңағы тағы да цифрлы сауатсыз адам ол білмейді, мәссаған OLX деген осындай нелері бар екен, қызметтері бар екен ғой деп ол білмей, жаңағы сілтеме арқылы өтіп, жаңағы алаяқ сілтеме жібереді. Жаңағы OLX жеткізу деген. Сол сілтемеге өтіп, жаңағы айтады, мен сол сілтеме арқылы сол жерге OLX доставкаға ақша жіберіп қойдым, сен кіріп сол жерге өзіңнің банктік деректеріңді енгізуің керек. Сол енгізгеннен кейін сенің картаңа келіп ақша түседі деп айтады. Адам білмей сол жерге өзінің деректерін енгізеді. Енгізген уақытта ол фишингтік сілтеме болғаннан кейін сіздің деректеріңіз автоматты түрде жаңағы алаяққа барып түседі. Алаяқ алдыңғы схемадағыдай сіздің неңізден картаңыздан ақшаны шешіп алып кетеді. Сол себепті OLX жеткізу деген қызмет жоқ, оған сенбеңіздер, ондай сілтемелерге ешқашан өтпеңіздер. Сақтық шараларына келгенде осы киберқауіпсіздік саласында мынандай ұғым бар, кибергигиена деген. Ол қарапайым адамның өзінің жеке өміріндегі гигиенаға ұқсас, яғни адам медициналық тілде айтқандай гигиена қалай? Таңертең тұрып бетіңізді, қолыңызды жуу, тісіңізді шаю деген сияқты гигиена ол киберқауіпсіздік саласында да бар. Оның ішіне нелер келеді, мен тізіп айтып берейін. Біріншісі құпия сөз саясаты деген бар. Яғни сіздің кез келген бір әлеуметтік желіге кірердің алдында, тіркелердің алдында өзіңіздің жаңағы ойлап табатын құпия сөзіңіз, яғни пароліңіз. Сол құпия сөздерге өзінің шарттары бар, қандай болу керек. Бұл жерде мен көбінесе айтып жүретін бір лайфхак бар. Ол қазақтың ескі сөздерін қолдану. Ағылшын тілінде, орыс тілінде жаңағы құпия сөздер несі болады, словарь болады. 10 миллион, 20 миллиондық сөздер бар да, оның ішінде дайын тұрған. Қазақ тілінде ондай сөздіктер жоқ, жаңағы дайын тұрған. Сол себепті қазақ тіліндегі бір ескі қолданыста емес сөзді қоятын болсаңыз, онда сіздің құпия сөзіңізді бұзып алу қаупі өте төмен. Құпия сөздер барлық әлеуметтік желілерге, барлық сервистерге әртүрлі болғаны өте маңызды. Мен сіздің құпия сөзіңізді егер оңай болатын болса, оны бұзып алу менде вероятность көп. Жаңағы құпия сөздерге подбор жасайтын өз арнайы бағдарламалар, программалар бар. Сол арқылы мен сіздің құпия сөзіңізді біліп алам, логиніңіз белгілі. Сол арқылы мен сіздің инстаграмыңызға кіре беретін болам. Ал енді осы жерде көмекке екі факторлы аутентификация келеді. Екі факторлы аутентификация дегеніміз ол логин мен құпия сөзден бөлек сіздің телефоныңызға бір реттік келетін SMS код. Яғни мен сіздің логин пароліңізді тердім, сонда да Instagram маған сенбейді. Өйткені жаңағы екі факторлы аутентификация функциясы қосылып тұр. Ол маған сіздің өзіңіздің тіркеген номеріңізге бір реттік SMS код жібереді. Сол код арқылы мен жаңағы Instagram сіздің өзіңіз кіріп жатқаныңызды білетін болады.
көшеде жүрген уақытта публичный Wi-Fi деген болады көбінесе жаңағы остановкаларда, автобустарда немесе бір сауда орталықтарының ішінде ашық тұрған Wi-Fi-лар болады. Сол Wi-Fi-лар арқылы ешқашан кірмеуге тырысыңыз. Керек болып қалған жағдайда кірсеңіз де, бірақ сіз ол арқылы ешқашан төлем жүргізбеңіз. Яғни сіздің қарама-қарсы бетте отырған хакер сіздің трафигіңізді оқып, сіздің деректеріңізді алып кету қаупі бар. Сол себепті көліктерде, автобустарда, остановкада, торговый центрларда ондай ашық парольге кірмеңіз, және аэропортта да. А мы всегда это делаем. Локацияңызға идентификация, юзер контентке рұқсат береді, телефон диагностикасына рұқсат бересіз. Мы же не обращаем на это внимание, видите, когда мы скачиваем. Кез келген VPN-ді пайдалануға мен кеңес бермеймін. Өйткені ол артында кім тұрғаны белгісіз. Оның ішінде енді өздеріңіз ізденіп, жақсы әлем бойынша рейтингі жақсы, сенімді VPN-ді пайдалансаңыздар болады. Әрқайсыңызда цифрлы сауаттылықтарыңызды арттырып, интернеттегі алаяқтардың құрбаны болып кетпеу үшін кибергигиенаны сақтаңыздар.